Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка, есімім Жазира, Тараз қаласынан боламын. Дәл қазіргі таңда Филадельфия қаласында тұрып жатырмыз, отбасымызбен бірге. Алдыңғы видеоларда көптеген сұрақтарыңызға да жауап бердік. Осы жаққа қандай визамен келген жайлы да айттық, тур визамен келгенімізді. Одан кейін балаларды қалай алып келген жайлы тағы да видео болған. Ендігі бүгінгі таңда түсіріп жатқан видеом балалардың мектебі. Өйткені көп кісілер, көп ата-аналардың ең басты сұрағы осы. Балалардың мектебі, қалай балаларды мектепке орналастырамыз деген сияқты. Дәл осындай видеоны бізде көрген жоқпыз негізі. Балалардың мектебі жайлы біз мүлдем зерттеген жоқпыз. Сол біздің ең басты қателігіміз. Негізі Қазақстанда жүріп, осындай ютубтарды ашып, Американың мектептері қандай екенін барлығын көріп, зерттеп барып, балалармен бірге келу керек еді. Бірақ біз ондай ештеңені зерттемей, мектептері бұяқта өте күшті деп сондай ой қалыптасып кеткен баяғыдан өзімізге. Сондай оймен өзіміз осы жаққа балаларды алып келдік. Енді мектеп жайлы айтатын болсам, балалармен бірге Мексика арқылы өтіп, балалармен бірге келдік. Одан кейін барып біздің мектепті барып сөйлесетін уақытымыз мүлдем болған жоқ. Өйткені басымызда қарыздарымыз болды, кредиттеріміз болды. Границадан өткеннен кейін ақшамыз бітіп қалды, таныстарымыздан алдық. Одан кейін ол таныстарымыздан алған ақшаны бізге дер кезінде төлеп тастау керек болатын. Қазақстанда алған кредиттеріміздің уақыты да жақындап қалды, ай сайынғы төлемдері. Сондықтан біз сразу жолдасым екеуміз бірден жұмысқа шығып кеттік. Доставкаға төрт баламыз үйде жалғыз өздері қалды. Содан ондай мектепті барып іздеп, қарап, үйтіп жүретінімізде мүлдем уақытымыз болған жоқ. Қаңтардың 18-іне кірдік. Одан кейін біз мектеп жайлы мүлдем іздеген жоқпыз, сөйлескен жоқпыз, жұмыс жасап жүрдік. Одан кейін барып, бір айдай жұмыс жасадық. Бір айдан кейін ғана барып, мен мектепке кірістім. Онда да жолдасым балалар мектептің программасынан қалып кететін болды. Мектепке барып, орналастырып, барып сөйлесіп кел деген сияқты мені солай жұмсады. Өзі жалғыз өзі доставкаға шықты. Содан кейін барып, мен мектеп жайлы сұрастырып, уже мектеп жайлы іздейтін болдым. 4 бала болғандықтан бұл жерде, мысалы бізде Қазақстанда бір мектепте, бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін бір мектепте ғана оқиды. Ал бұл жерде мүлдем ондай емес, кішкентай сыныптар бөлек мектепте оқиды. Одан кейін барып, 1 мен 4-ші сыныптар, олар да бөлек мектепте оқиды. Одан кейін барып, 5-ші сынып пен 9-ші сыныпқа дейін middle school деп аталады. Ол да бөлек мектепте болады. Ал 9-ші сыныптан 12-ші сыныпқа дейін high school деп аталады. Ол жоғарғы мектептер. Олар да мүлдем бөлек жақта. Сондықтан енді бізге 3 мектеп іздеу керек болды. Өйткені бізде 1-ші сыныпқа баратын ұлым да бар, кішкентай. Одан кейін бар 5-ші сыныпқа баратыны бар, 7-ге баратыны бар, 11-ге баратыны бар деген сияқты. Сондай бізге 3 мектеп іздеу керек болды. 3 мектепті сол өзіміздің тұрғылықты жақтан қандай мектептер бар екен іздестіріп таппағаннан кейін, Филадельфия қаласының орталығында орналасқан, біздің тілмен айтқан кезде Гарано сияқты өздерінің зданиялары бар. Сол жаққа барып, мен осылай келдім, 4 баламен келдік. Бірақ балаларымды қандай мектепке беретінді білмеймін, балаларымды қалай мектепке орналастыратынды білмеймін деген сияқты. Соны переводчикпен немен көрсетіп барлығын айттым. Содан кейін барып, маған осы сенің тұратын жеріңнің адресін барлығын сұрап алып, менің сөйтіп маған біздің тұратын жаққа жақын жердегі мектептерді іздестіріп, олар тауып берді. Сөйтіп маған адресін барлығын жазып, осы мектепке барасыз, содан кейін барып қандай құжаттар керек болады деп айтады. Сол құжаттарыңызды өткізіп, содан уже мектепке сіздерді алады деді. Сосын сол мектептерге барып жолықтым. Сөйтіп маған мынандай тізім берді. Керекті құжаттар дегенде, онда мынандай тізім болғанда, ондай көпте тізімде жоқ ішінде.
медосмотр деп айтамыз, бірақ біз ондай медосмотр ештеңе өткен жоқпыз. Прививкасының қағазын тексердім. Қазақстаннан мен ең бірінші прививка қағазын алып келдім, табельдарын алып келдім, туу туралы куәліктерін, сондай документтерді алып келдік. Бірақ олардың ешқайсысы бізге қажет болған жоқ. Тек қана прививка деген қағаз ғана қажет болды. Прививка деген қағазды мынандай неден паспорт здоровья дейді ғой, соны мен көрсеттім. Содан кейін барып ол паспорт здоровьяны өздері переводтатып, өздері медсестралары тексеріп, солай бізге қандай прививкалар жетіспейді, солардың барлығын жазып беріп, сол прививкаларды жасайтын мекеме, больница дейді ғой, поликлиника деген, біздің тілмен поликлиника сияқты сондай жерге мені жіберді. Сол жақтан сізге тегін жасайды деп. Сөйтіп қандай прививкалар жетіспейді, солардың барлығын жазып берді. Одан кейін ешқандай табельге, ештеңеге қараған жоқ. Тек қана сол прививканың ғана қағазы керек болды. Сосын барып, біз сол 4 баланы алып, 4-еуінде мен прививка жасаттым. Біздің прививкалар мүлдем басқаша, біздің екпелер, ал бұяқтың екпелері мүлдем басқаша. Өйткені бұяқта мысалы бізде гепатит, анау мынау кор деп айтып атамыз, сондайларға екпе салатын болса, бұл жақта желтая лихорадка деген өздерінің вакциналары бар, тағы да бірнеше вакциналары бар. Солардың барлығын алу керек болған. Солардың барлығын бір дегенде бардық, бізді сразу тіркеп, барлығын жазды да, кішкене күтіп отырдық. Содан бірден 4 балаға бір иығына 3 укол, бір иығына 1 укол салып, бір күнде 4 укол салып сөйтіп жіберді. Бірақ енді мен сразу сол укол салып болғаннан кейін барып медсестрамен сөйлестім, ешқандай ауырып, балалар мазасызданып, ондай болама деп, сондай болама деп ойлап едім. Жоқ, уколдарын жақсы балалар қабылдады. Медсестраның өзі айтты, негізі ондай температура, ондай побочный эффектілері ешқандай болмайды. Сондықтан еш уайымдамай үйлеріңізге барып, ешқандай ештеңе болмайды деп мені солай жіберді. Негізі шынымен де балаларға ештеңе болған жоқ. Негізі бізде енді Қазақстанда прививка салатын болса, кішкентайынан балалар ауырып, мазасызданып, сол прививка салған күні қызулары көтеріліп, сондай болып жатады ғой. Ал бұл жақтан, например, мысалы, бір балаға 4 укол салды, бірақ балалар ешқандай жерлері ауырып, ештеңе болған жоқ. Енді сіздерге айтайын, балаларды мектепке орналастыру үшін Қазақстаннан қандай құжаттар қажет? Туу туралы куәліктерін переводымен ЦОНға барып апостил жасатасыздар. Апостилымен переводын жасатып, солай кәдімгідей былай немен тігіп, оның өзі бір апта, 2 аптаның ішінде дайын болады. Оның өзінің несі бар, төлейтін ақшасы бар. Госпошлина дейді ғой, бірақ ондай көп емес. Солай жасатасыздар. Қанша бала болса, сонша балаңызға туу туралы куәлік және де өздеріңіздің неке туралы куәліктеріңізді міндетті түрде. Одан кейін барып мектептен табельдерін ала салыңыздар, бірақ оны мүлдем сұрамайды бұл жақта. Бірақ енді кейбір мектептер табельді сұрайды деп жатады. Бірақ біздің балалардан ешқандай табель сұраған жоқ. Одан кейін барып прививочный қағаз, паспорт здоровьялары болады. Оларды да алыңыздар. Оларда ең бастысы керегі сол паспорт здоровьясы, ішінде прививкасы салынған қағазы, және де сол паспорт здоровьясы. Бірақ ол паспорт здоровья деген денсаулық кітапшасына мүлдем қараған жоқ. Тек қана қандай екпелері алынған, соларды қарады, және де жетіспейтін екпелерін жазып беріп, солай өздеріне тіркеп қойды. Міне, ең басты құжаттар осы. Содан біз мектеп таптық, мектепке барып сөйлесіп, сол осы медицинский медсестралары, медбикелері осы прививкалары жетіспейтін, осыларды алып келіңіз деді. Прививкаларын апардым. Содан кейін барып, өзіміз Мексика арқылы өткеннен кейін бізге қолымызға I-94 берген, соның қағаздарын апардым. Тағы да басқа негізі онша ешқандай қағаздарын сұраған жоқ. Соларды өткізіп кеттім. 3 балам бір мектепте оқитын болды. Біреусі киндергарден, кішкентай балам мектеп алды даярлық тобы,
біздің тілмен нулевой класс деп айтады. Келесі жылы 1-ші сыныпқа барады деп. Негізі мен кішкентай баламды мектепке бергім келген жоқ, бірақ бұл жақтағы мұғалімдер жоқ, кішкентай балаңызды да мектепке аламыз, мектепке беру керексіз, келесі жылы 1-ші сыныпқа барады. 1-ші сыныпқа барғанша тілді үйреніп, кішкене болсын бір андай балалармен енді бәрібір негізі американдық мектеп болғандықтан кішкене контакты болып, балалармен үйренісіп, мұғалімдермен үйренісіп, атмосфераны сезінеді деген сияқты, солай мен кішкентай баламды да мектепке алдым. Одан кейін барып, екінші балам негізі Қазақстанда 5-ші сыныпты оқып жүрген, бірақ бұл жақта 4-ші сыныпқа алды. Негізі біз оны 6 жасынан мектепке берген болатынбыз, негізі 5 жасынан барған. Солай, ал бұл жақта болса негізі 7 жасынан екен, жасына сай ол бала 4-ші сыныпта оқу керек деп, ол баламды түсіріп 4-ші сыныпқа алды. Қызым өзінің жасында 6-ші сыныпты оқып жатыр деп, сол қызымды алдым. Ол мектеп 1-ші сыныптан 9-ші сыныпқа дейін оқытады екен. Сонда менің 3 балам да бір мектепке барды. Ал үлкен балам ол high school, жоғарғы сыныптар оқитын мектепке орналасты. Ол мүлдем басқа районда, басқа жақта орналасқан. High school'ды таптым. Джордж Вашингтонның атындағы high school'ды таптым. Сол жаққа документтерін барлығын сөйлесіп, документтерін барлығын өткізіп, солай жүрдім. Ол да енді ұзақ процесс. Бұл жақта сіз қазір документті алып келдіңіз, қазір ала салды деген нәрсе жоқ. Күте тұрыңыз, тексереміз, медбикелермен хабарласамыз. Сосын біз сізге хабарласамыз деп айтады, бірақ хабарласпайды. Хабарласатындар да болады, бірақ бізге негіз хабарласқан жоқ. Хабарласпағаннан кейін мен бардым. Мысалы, 3 балама Роберт Поллок деген мектепке орналастырдым. Мынау мектептің сырты. Роберт Поллоктың мектебі. Қазір ішіне барып сөйлесеміз. Elementary School 6 жастан бастап 8-ші классқа дейін осы мектепте оқиды. Самый күшті вариант болып тұр бізге, если үшеуінде осы мектепті алса. Бүгін мектепке баратын 1-ші күн. Мына формалар мынандай, кән тұра қош. Мына мынандай футболка $3 алдық, униформалары. И мінәттәріндікі мынандай. Қаздарын таңғасын ішіп отыр. Дони. Ой, привет. Маяқта гүлімдікі. Гүлім, тұрш формаңды көрсетші. Мынандай футболка, астында темный шалбар. Сабаққа барамыз. Сағат таңғы 7:30. Біз сабаққа кетіп бара жатырмыз. Привет. Өтіндер ары қарай. Мансұрдарын, гүлім. Сабаққа кетіп бара жатырмыз. Ау? Әкеге тамақ. Қазақша тамақ. Аха, қазір. Погода күшті болып тұр. Мектепке жаяу кетіп бара жатырмыз. Документтерін барлығын өткіздім. Хабарласқан жоқ, бір апта күттім, хабарласқан жоқ. 2-ші аптасында уже шыдай алмай өзім бардым. Хабарласпадыңыздар, мен балаларымды мектепке алдыңыздар ма, не болды деп барған кезінде мені мүлдем бірінші рет көріп тұрған адам сияқты, сіз білмейміз, документтеріңізді қайттан тапсырасыз ба, біз сіздің документтеріңізді жоғалтып алдық деп солай айтып тұрды. Содан мен қайттан документтерім енді хорошо, өзім қолымда болды, сумкамда. Солай мен қайттан документтерімді өткіздім. Барлығын ксерокстен, сканерден өткізіп олар алды. Солай документтерімді қайттан өткізіп, қайттан сізге хабарласамыз деп айтты. Содан кейін мен міндетті түрде хабарласыңыздаршы деп қайттан өзім бөлек параққа өзімнің телефон номерімді, адресімді, барлық даныларымды қайттан жазып, солай тастап кеттім. Енді Вашингтон мектебіне келетін болсақ, ол high school, жоғарғы мектеп, ең үлкен баламдікі. Тоже бүкіл документтерін барлығын өткіздім. Хабарласқан жоқ. Барған кезінде, я болды, аламыз деп бүкіл документтерді тіркеп жатқан кезінде, кешіріңіз, сіздің балаңыз біздің районға қарамайды екен, біздің мектепке қарамайды екен, сіздер
Линкольн Абрахам Линкольнның жоғарғы мектебіне барасыздар деп бізді солай жіберді. Содан енді өзіңіз ойлаңызшы, 3 апта бойы мектепте саңдалып, не көлігім жоқ, жолдасым азаннан кешке дейін доставкада, мен өзімнің тұратын жерімнен сол Вашингтон скулға 1,5 сағат жаяу барам, барып документтерді өткіземін, ана жағы дұрыс емес, мына жағы дұрыс емес дейді, қайттан кетемін. Бұл жақтағы мектептерде секретарлары сағат 9-дан 12-ге дейін ғана жұмыс жасайды. Бір күні 12-ден 1 минут кеткен кезде барғам, болды, қабылдамаймыз деп жіберді. Линкольн мектебіне тағы да өйстіп барған кезінде бүгін қабылдамайтын күн, дүйсенбі күні келіңіз, дүйсенбі күні барсаң, бүгін мереке күні, сейсенбі күні келіңіз деп, міне осындай жағдай негізі мектептерінде. Содан Вашингтон скулға бүкіл документімді өткізіп болды, қабылдаймыз деген кезінде, базаға тіркеген кезде біз ол мектепке қарамайды екенбіз, солай бізді Линкольн хай скулға жіберді. Содан төбе шашын тік тұрып, құрсын, мына егерде Қазақстанда дәл осындай жағдай болса, біздікілер мүлдем басқаша нәрсе жасайтын еді. Осылай сіздің бүкіл 3 апта бойы сізді жүгіртіп жүріп, ең аяғында сіз бізге қарамайсыз деп айтатын болса, біз ойбай соттасамыз, соттаймыз біз сізді, не қарап отырсыз деген сияқты сондай әңгімелер болатын еді. Енді бұл өзіміздің еліміз болмағандықтан, не тілді білмейміз, тілді енді шалапылай былай барымызша түсіндіріп айтамыз, соның өзінде қиналып, содан ештеңе демей Линкольн хай скулға бардым. Линкольн хай скулға барсам, ол жақта бүгін қабылдамайтын күн дейді. Ертесіне барсам, тағы да бүгін сіз кешігіп қалдыңыз деп, солай тағы да сөйтіп жүрді. Содан кейін барып, әйтеуір әрең дегенде үлкен баламның документтерін қабылдадым. Тағы да сол әңгіме, өзіміз сізге хабарласамыз, бүкіл документтеріңіз барлығы түгел болса, біз сізге өзіміз хабарласып айтамыз деп, мен де қайтадан ол кісілерге өтініш жасап, міне менің данныйларым, міне менің телефоным, адресім деп қайттан жазып беріп, солай тастап кетіп, қайта пожалуйста, please, мен документтерімді қабылдап, солай алыңыздаршы, хабарласыңызшы, ұмыт кетпеңізші деген сияқты сондай өтініш сөзімді айтып, содан кейін барып қана 1 аптадан кейін хабарласып, ертең балаң мектепке келе берсе болады деген сияқты солай хабарласқан болатын. Негізі бұл жақта мектепке қабылдау өте оңай, көп құжатты талап етпейді, медсправкаңыз болса, прививка салынған карточкаңыз болса, туу туралы куәлігіңіз болса, апостилдан өткен, заңдасқан, переводымен, барлық нелермен тігілген сол 2 документіңіз болса болғаны. Табелде енді бір мектептер сұрап, бір мектептер сұрамайды деп жатады, енді оны да ала салыңыз негізі. Бірақ ондай бір қиындығы жоқ, бірақ бұл жақтың системасы негізі ештеңеге асықпайды, барлығын баяу жасайды, барлығына күткізеді. Даже медикке көрінгіңіз келсе де очередті аласыз, очередті алу үшін очередте тұрасыз, кезекте тұрасыз, әшейін сізді келесі аптаға, не болмаса 2 аптадан кейін кезекке тұрғызу үшін сіз соны кезекте тұрасыз, өзіңіздің уақытыңызбен барып, міне сондай барлық нәрсесі баяу өте. Мектепке алуы да тура сондай, бірақ мектепке сізді ешқандай бір талап қойып, мысалы сіз турист болып келсеңіз де, бірінші күні турист болып келдіңіз ба, келесі күні балаңыз уже мектепте оқу керек негізі. Заңдары бойынша енді сондай, сіз турист болсаңыз да балаңыз бұяқта мектепте оқуға құқылы. Бұяқта ешқандай шектеу жоқ, сен туристсің, сен қыдырып қайттан қайтасың деген сияқты. Енді сіз турист болып 6 айға келетін болсаңыз, 6 айға келсеңіз де балаңыз осы сияқтың мектебінде оқуы керек. Бұл жақта ондайға ешқандай шектеу қоймайды. Сол мектеп жайлы енді бар айтатыным осы. Енді мектептің білімі жайлы айтатын болсам, ең бірінші киім үлгісі жайлы айтайын. Киім үлгісі еркін, бала не кигісі келсе соны киеді. Енді алабажақ киімдер емес, футболка мен шалбар. Любой футболка мен шалбар кие береді. Аяғына удобный кроссовки болды киімдері.
Одан кейін барып сумканы ұстамай ақ қойса да болады. Сумкаға былай мектеп ешқандай кітап бермейді, ешқандай дәптер қолданбайды. Енді дәптерді былай қолданса да болады, қолданбаса да болады. Ручка дегенді мүлдем қолданбайды, карандашпен жазып, қате болса оны өшіргішпен өшіріп солай жасайды. Мектепке орналастырған кезінде мынандай тізім берді, осы заттарды алып келесіз деген сияқты. Ол заттың ішінде бірін түсініп, бірін түсінбей, ана магазиннен таппай, оның канцтоварларын сондай болды. Бір жағынан қаражатымыз да аз, сосын барып келесі күні балаларымды мектепке беретін кезде сол мектептің администраторына айттым, мынау список бойынша бар алғаным енді 3-4 зат, енді ручка, карандаш, дәптер деген сияқты нәрселерін ғана алғанбыз. Мысалы сол нәрселерді ғана алдым, қалған мынандай жазып берген тізімді ала алмадым деп айттым. Менің жағдайым жоқ, өзіміз жаңадан ғана границадан өттік, осылай деп барлығын түсіндіріп айтып едім. Ешқандай не емес, без проблем, ештеңеге уайымдамаңыз, барлығын өзіміз қамтамасыз етеміз, ештеңені алып келмей ақ қойыңыз деп айтты. Мектепке негізі ешқандай канцтовар, ешқандай нәрсе апармай ақ қойсаңыздар да болады. Мектеп өзі қамтамасыз етеді. Школьный форманы да мектеп өзі қамтамасыз етеді. Еркін көк футболка, қара шалбар деген сияқты. Оны да бірақ қыркүйекте ғана береді екен. Біз енді жылдың уже соңында келгеннен кейін біз наурызда орналастырдық балаларымызды мектепке. Содан кейін біз енді жылдың соңы болып қалғаннан кейін бізге ондай форманы берген жоқ. Өздеріңіз қалаған киімді киіп келе беріңіздер деп. Сумка мүлдем ұстамай ақ қойса болады. Бірақ кіші ұлыма енді анау 4 балама да ноутбуктар таратты, өздері ноутбук наушниктарымен. Сояқтан переводчикке қарап, бүгінгі түсіндірген сабақты мұғалімдер салады. Соны балаларым переводчикпен, құлақтарына наушникпен тыңдап, сабақты түсініп, солай өз тілдерінде түсініп, пока тілді үйреніп кеткенше, солай переводчикпен жұмыс жасап жүрді. Ноутбукты обязательно мектеп өзі береді, зарядкасымен, коробкада жап-жаңа ноутбук. Бірақ жыл аяқталғаннан кейін ол ноутбукты зарядкалармен бірге өткіземіз. Негізі өткізіп қойдық. Сол ноутбукты тасу үшін кішкентай ұлыма мектеп мұғалімдерінің өздері сумка сыйлады. Енді қалған балаларында сумкалары болғандықтан, енді олар ондай ешқандай нені сыйлаған жоқ. Енді мектептегі тамақ жайлы айтатын болсам, тамақтары тегін. Азанмен сағат 7:30-да брекфаст береді, таңғы астарын. Одан кейін барып, сағат 11-де, 12-де енді уақыттарына бөліп, әр сыныпты ланч береді, түскі астарын. Солай сағат 2-де сабақ аяқталады. Сабағы аяқталған кезде автобусқа мініп, үйге келеді. Автобустары тегін. Негізі мектептің автобустары да бар. Бірақ мектептің автобустарына кішкентай киндергардендегі оқитын баламды мектептің автобусы алмайды екен, өйткені оларды ұстап отыру керек ата-аналары. Тек қана үлкен оқушыларды ғана алады екен. Содан кейін біздің балалар кәдімгі общественный 88 деген автобуспен мектепке қатынады. Бірақ ол 88 деген автобустың өзі де оқушылардың барлығына тегін. Қайқа баратын болса да, мектепке баратын болсын, кружокқа баратын болсын, барлық осы Филадельфия қаласы бойынша барлық жаққа оқушыларға тегін. Солай балаларым азында сағат 7-де автобус келеді, 7-де мініп кетеді. Түсте сағат 2-де уже автобустары мектептің алдына келіп тоқтап тұрады. Мектепте мінетті, сонымен 15 минутта уже үйде болады. Ол жағынан енді жақсы. Мектепте тамақтары да жақсы. Енді білім жағын айтатын болсам, білім жағы енді біздің Қазақстанмен салыстырғанда кішкене ақсап тұр. Қай жағынан? Бұяқта енді үй тапсырмасын беру деген жоқ. Кішкене енді мындай сабақ беру методикалары мүлдем басқаша. Балаға еркін қарайды, бала өз ойын еркін айта алады. Баланы негізі еркін ұстайды. Бала өз ойын еркін айтып, еркін жеткізіп, өзі қалаған оқығысы келген пәнді таңдап оқиды. Егер де ол бала ол пәнді таңдап оқығысы келмесе, мысалы математиканы ұнатпай, оны оқығысы келмесе, оны балаға оқытпайды. Сол сияқты енді балаларымыз енді базовый өздерінің сыныптары бойынша оқыды, бірақ
прям мынандай қинап біздің қазақстандағыдай мысалы азында кетіп кешке келіп андай репетитор жалдап қосымша сыныптарға барып деген сияқты ондай мүлдем жоқ. Үй тапсырмасы деген мүлдем жоқ. Содан кейін енді дәл Қазақстанмен салыстырғанда мүлдем ондай қинаушылық жоқ негізі бұл жақта. Барлығы еркін, барлығы свободно, оқысаң оқисың, оқымасаң өзің үшін деген сияқты. Балаларым енді Қазақстанда әбден қосымшаға барып үйреніп қалған, әбден сол Қазақстандағы гимназияларда оқып үйреніп қалғандықтан әбден енді сондай білімнен оқып келіп, енді осы жаққа келген кезде барлығы мұғалімдердің барлықтарының ауыздары ашылып, шынымен де балаларымнан сұрай бастады. Сендер қаяқтан келдіңдер, қай елден келдің, қаяқтан білесің деген сияқты. Мысалы қызым да 4 балам да үздік болып аяқтады сыныпты. Даже нолевойға барған баламның өзі мысалы мүлдем тілді білмейді, мүлдем алфавитті білмейді, ABC дегенді мүлдем білмейді. Бірақ қазақша алфавитті енді біз оны үйретіп, жазғыздырып, кітаптарды оқытқызып, солай үйретіп жүрген болатынбыз. Бірақ ағылшынды мүлдем білмейді. Қазір балам ағылшында сөйлейді. Енді еркін сөйлемесе де, бірақ үйде маған ана менің сумкамды бер, менің тарелкамды бер, менің ойыншығымды бер деген сияқты сөздерді еркін ағылшынша айтады. Одан кейін барып мен де білмегенсіп сен нені сұрап жатсың деген сияқты сұраймын, ол кәдімгідей маған барлығын жауап береді. Сен не істеп жатсың деп менен сұрайды ағылшынша. Содан кейін мен де жауап бермей, сен түсінбей жатырмын, сен қандай тілде сөйлеп жатсың, бұны қаяқтан білесің деген сияқты мен де балама сондай сұрақтар қоямын. Балам мен әпкей не айтады, мен сол сөздің барлығын жаттап алдым деген сияқты. Солай бірден тілді үйреніп кетті осы 3 айдың ішінде кішкентай балам. Екінші балам мысалы 4-ші сыныпқа барды дедім ғой, тоже математикадан үздік болды. Өйткені бұл жақтағылардың барлығы таң қалды. Шынымен де сендер қай елден келдіңдер, қаяқтан білесің бұндай нені деген сияқты. Олар енді өтіп жатқан нәрсені біздің Қазақстанда оны баяғыда өтіп қойған негізі. Теңдеу деген сияқты, көбейту, бөлу деген сияқты нәрселерді. Және де қызыма келетін болсақ, ол да мектебінің үздігі болды. Ол да уже негізі Қазақстанда ағылшыннан қосымшаға беретінбіз. 3 ұлымызды да 3-еуінде тек қана кішкентайды ғана берген емеспіз. Сондықтан бізде 3 баламыз да ағылшынша негізі былай еркін деп айтпаймын, бірақ жақсы білетін. Бірақ осы жаққа келіп 3 ай оқып, уже көрді, атмосферасын көрді, оқушылармен қарым-қатынас, мұғалімдермен қарым-қатынас, былай жағына қараса да ағылшын тілі, мына жағына қараса да ағылшын тілі болғандықтан қазір еркін сөйлейді, қазір ойларын ашық айтады. Басында әрине қызым да, үлкен ұлым да ағылшын сөйлеген кезде ұялып, сөйлемей, біз енді не деп айтып жатыр, түсінбей жатырмыз деген сияқты айтқан кезімізде былай айтып жатыр дейді, ұялып сөйтетін, мамамен сөйлеуге ұялам, ағылшынша сөйлеуге ұялам деген сияқты. Ал қазір уже ағылшынша еркін сөйлейді. Таза еркін сөйлеп, кәдімгідей ағылшындармен бірдей сөйлеседі. Сондықтан тіл жағынан мүлдем қорықпай қойсаңыздар болады. Балалар негізі тілді алып кетеді. Енді білім жағынан айттым, кішкене ақсап тұр, сол жағы ұнамайды. Ол енді бастысы біздің өзіміздің қателігіміз. Негізі үйді таңдаған кезде ең бірінші үйдің өзін емес, үйдің қасындағы мектепті таңдау керек. Бұл жақтағы мектептер өздері бөлінеді, государственный мектеп деп, чартерный мектеп, частный мектептер бар, неше түрлі жақсы мектептер бар негізі. Бірақ біздің үйіміздің адресі мемлекеттік мектепке қарайтын болғандықтан біз мемлекеттік мектепке бердік. Мемлекеттік мектепте неге білім жоқ, оның барлығын зерттедік, зерттей келе білдік, мемлекеттік мектептерде мұғалімдердің саны аз біріншіден, мұғалімдердің табысы бұл жақта өте төмен негізі. Сондықтан мұғалімдер негізі көп былай сабақ бергісі келмей, енді өлген күннен барып жүрген адамдар негізі былай айтқанда. Частный мектепке балаларыңызды беретін болсаңыздар, частный мектептер тұрғылықты жерге қарамайды, бірақ олардың енді бағалары масқара болды. Біз бір мектептің өзімен сөйлескен кезде $30,000 деген кезде шынымен де төбемізден жай түскендей болды. Құрсын, лучше мемлекеттік мектепте оқи берсін деген сияқты.
Одан кейін барып чартерный деген мектептер бар. Олар да енді өте күшті, білімі де барлығы жақсы, бірақ ол жаққа конкурспен алады. Конкурстары олардың енді кейбіреуі қыркүйекте басталады, кейбіреуі мен барып сөйлескен кезде қаңтарда уже өтіп кетті. Сіз кешігіп қалдыңыз конкурсқа деп мен солай шығарып салған болатын. Біздің басты қателігіміз деп айтып жатқаным, біз мүлдем Қазақстанда жүріп, мүлдем мектепті біз қаралмағанбыз. Бізге бастысы осы Мексика арқылы өтіп алсақ болды деген сияқты бар ойымыз сол болды. Қалған мектепті содан кейін көре жатармыз деп. Енді өтіп алдық, мейлі, барлығы жақсы өтті, аман есен өтіп алдық. Енді өтіп алғаннан кейін де біз бірінші мектепті көріп, содан кейін барып сол районнан бізге арендаға үй іздеу керек болатын, бірақ біз оны мүлдем ойлаған жоқпыз. Бізге қандай үй табылады, сол үйге көшіп барсақ болды деген сияқты сондай оймен таныстарымыздың үйінде бір күн түнеп, екінші күні уже осы алған үйімізге сразу көшіп барғанбыз. Сондықтан біз ондай мектеп ештеңені іздеген жоқпыз. Одан кейін білдік, ол мектеп біздің тұратын жердегі мектеп мемлекеттік мектеп екенін, ол жақта білімнің мүлдем жоқ екенін білдік. Бірақ енді шегінерге жол жоқ, өйткені біз арендаға үйімізді алып қойдық, договорға тұрып қойдық, 1 жылға договорға, оны ешқалай бұза алмаймыз. Бұзатын болып, егер де басқа жақсы мектеп тұратын мектептер бар жерге көшетін болсақ, $2000 штрафымызды төлеу керекпіз. Одан кейін бар бізге ол үйді алып беру үшін бізге документтерін өткізді ғой таныстарымыз. Олардың кредитный историясына нұқсан келеді. Одан кейін бар бізді сотқа береміз деп айтты. Содан кейін барып біз мүлдем ол жағын не алған жоқпыз, енді құрсын осы жақта 1 жыл тұрып, договорды бұзбай, кәдімгідей тұрып кетейік деп. Сондықтан біздің балаларымыз қазір мемлекеттік мектепке барып жатыр. Бірақ біз өзімізге қазір енді 1 жыл толғаннан кейін өзімізге уже жақсы мектептерді қарастырып қойдық. Қай жақта жақсы мектептер бар, қай райондарда жақсы мектептер орналасқан деген сияқты барлығын қарастырып, іздестіріп, солай өзімізге уже түртіп қойдық. Мынау районнан алған дұрыс екен, мына жақтан алған дұрыс екен деген сияқты. Және де сіз жақсы мектептер орналасқан жерден, районнан үй алатын болсаңыздар, о жақтан кішкене арендасы қымбаттау болады, әрине. Және де ол қашықтықта болады қаладан, бірақ енді балалардың білімі үшін оған енді баруға болады деп ойлаймын. Біздің осы қателігімізді мүлдем жасамаңыздар. Қазақстанда болып, егер де турвизаңызды алып, балалармен өйстіп Америкаға келемін деген ойыңыз болса, ең бірінші штатты таңдайсыз, қай штатқа барам? Нью-Йоркқа барам ба, Вашингтон ба, Сиэтл ма, Лос-Анджелес па, қайсы, Филадельфия ма, штатты таңдайсыз. Одан кейін барып балалардың мектебі бойынша сояқтан сайттан іздейсіз, Гуглдан, қайсы мектеп жақсы, қайсы мектептің рейтингі жақсы деген сияқты. Мектепке келе жатырмыз. Бүгін біздің ең кішкентайдарын садикті бітіріп, осы мектептегі ана зданияда кішкентай, мына үлкен мектептер тура жанында. Осы мектепті бітіріп, енді келесі жылы 1-ші сыныпқа барады. Darren. Okay. Rachel, she's very good. Thank you for that, Lila. Make sure they all sign out. Have a nice time. Oh, no. Alright, I'll see you next year. I'm sorry. Сол мектеп жайлы бар айтатын видеом осы. Қасынан қазір енді видеолардың барлығын салатын боламыз. Мектептің ішін, сыртын деген сияқты. Енді бірақ мектептің ішіне көп кіргізе бермейді. Охранасы тұрады, тек қана келесіз да баламды алып кетейін деп едім деген сияқты журналына қол қойып, балаңыздың аты жөніңізді жазып, солай алып кетіп, солай алып келіп жүресіз. Бірақ мектептің ішіне негізі кіргіздіріп, аралатқыздырмайды. Енді айтылмай қалған тағы да бір мен жеткізе алмаған сұрақтарым болса, комментарийге жазыңыздар. Қалған сұрақтарыңызға тағы да жауап беремін, комментарияда жауап беремін. Видео ұнап жатса, лайктарыңызды басып, подпискаларыңызды жасап, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Негізі мектеп жайлы айтатыным барлығы осы. Жақсы, сау болыңыздар.